Елбасы мораторий бергенменен соған менің сенімім кем болып тұр. Арнайы комиссия құрылғанмен шешім жоқ, сөз бұйдасы мол болып тұр. Шетелге сатпаймын деп нақты айта алмай арқан ұзын тұсауы кең болып тұр. Жер сатылып кетті деп қорқамын, маңдайы үкіметтің кер болып тұр. Еліміздің басына Алла берген жеріміздің кеңдігі сор болып тұр. Перзентінің осындай қылығынан жер анам жерге қарап жер болып тұр. Арна бұт, сұйылды сол алаштың қанын ағып, жер сұраған Қытайды тоз-тоз қалған, мүде қаған кезінде армады. Моңғол Шыңғысхан жаулағанмен жерін қалды, тарихтан білесің оны данып. Жоңғар қалмақ ойрақпен 100 жыл бойы соғыстың жерің үшін қаның ағып. Жер үшін аманатқа ұлын берген артық Абылайдың қадіраны. 300 жыл отарлаған Ресейдегі жеріңнің әкеткен жоқ бәрін алып. Кеңестік кер заманда жер бермеген ерлігін тәшеліктің қаны қалып. Тәуелсіздік алған соң бұзылды қау, саудагерлік кәсіпті тауып алып. Жерімнің астын үстін бәрін сатып, кезінде Құдайды да танымады. Шетелге шылдадып желіп саттық, жұртқа жыл азғындықты қабыл алып. 25 жыл бойына саудагер боп әйтеуір не сатсақ та жарымады. Бүгінде белшемізден батып тұрмыз, жыл сайын миллиардтап қарыз алып. Елбасыны қолбала қылып алдық, ақша бітсе әкеліп тағы барам. Жер сатып байымыз деп саңғалардай қалған ба бұл үкімет жадыланып. Асағанға тоймаған бұл үкімет, жалағанға тояма бағы жанып. Сатам деп жүргі сол ұрыларға, ақшаға не болып сонша құнығарға. Жарайды саттық дедік бұл қазақтың, сол жерді сатып алар пұлы бар ма? 100 мыңдап 90 мыңдап алып қойған, бүгінде жердің көбі ұлыларда. Бұл жерге Терещенко тер төккен жоқ, жерімді иеленер жыны бар ма? Қалаппаған жасылайды жаяланбай, Машкевичтің біз білмес сыры бар ма? Қостанайдың жағының меншіктеген Розинов тартады кімін алға? Атархан қалған жерде адамдардай хулиган Кулагиннің құны бар ма? Ал біздің қарарадар қаңғырып жүріп, басына пана таппай сұғынарға
жасағанын пайдалайын, қалайша мұндай жерде жайғалайын, шетелге үкімет мені сатшы тілімді енді саған қайрамайын. Қағатырған бойысыны Қытайда мәңгілікке байланайын, олаз десең әйелім баламды сат қарабастың бақытын ойламайын. Жалғызақ өлгішім қазағымның жеріне тимеңдерші айналайын. Құлағың ақпаратқа елтігіп тұр, елтігіп жүр. Сіз жақтан жер жайында жел жылып жүр. Облысыңның әкімі Баталовты басқа сөздер мысалға келтіріп жүр. Қытай барып жалға жер беремін деп ол неге елде бұрын ентігіп жүр. Жер иесі халықпен ақылдаспай инвестиция тартам деп желпініп жүр. Жер сату қазақ деген ұлық қасым, ұлтымды бастап жүрген ұлық қасым. Әкіміне сәлем айт Болатбек жан, жер берем деген аузын құлып қасым. Жерімді сатпа деген қазағымды бүлікшіл деп қаралап қылып қасым. Тыныш жатқан қазақты шамдандырмай, өздері бастамасын бүлік басын.